Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, әртүрлі осындай жеміс-жидектерден ассорти компотты дайындайтын боламыз. Қазір өздеріңіз білесіздер, көптеген өңірлерде жеміс-жидектердің науқаны басталып кетті. Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер, менімен бірге компотты дайындаңыздар. Бізге алдымен керегі бұл жерде бақшаның алмасы. Менде бұл жерде бақшаның алмасы болғандықтан шірігені бар, ішінде құрттағаны бар. Сол жерден соны ажыратып, тазартып алдым, толықтай бөліп. Содан соң стерилизовать ету үшін алдымен қапақтарымызды шайнөгіміздің ішіне салып, оны 1-2 минутқа стерилизовать етіп дайындап қоямыз. Содан соң банкамызды да дәл солай мантаваркеге болмаса пешіміздің ішіне су құйып стерилизовать етіп, дәл осылай банкамызды да қаппағымызды да ысы суға стерилизовать етіп дайындап аламыз алдын ала. Стерилизовать етілген, яғни банкамыздың үстіне 4 дана қара өріктен, болмаса сливадан, содан соң бақшаның алмасын қалауыңызға қарай 200 грамм болмаса 400 граммдай қоссаңыздар болады. Бұл жерде менде бақшаның алмасы болғандықтан бақшаның алмасы ащы болады ғой деп молынан қостым. Содан соң 3 абрикос, яғни 3 шабдалымызды салдық. Шабдалымыз салып болған соң оның үстіне 170 грамм қантымызды салдық. Болмаса қант қатты тәтті болғанын қаламасаңыз 150 грамм секер салсаңыздар болады. Содан соң қайнап тұрған ыссы суымызды осылай бақыраштың көмегімен құйып 20 минут тындыруға жібереміз. Яғни банкымыз толыққанды толғанша ыссы суымызды толықтай құйып шығамыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей толыққанды құйып шығасыздар. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Алда уақытта дәмді астар мен түрлі ыстық тағамдармен сіздерді қуантамын. Бетін дәл осылай жауып, крышкасын, яғни қатты баспай-ақ дәл осылай жауып, бұл жерде маған жабуға жолдасым өзі көмектесіп жатыр. Содан соң 20 минутқа бетін тындыруға, яғни компотымыз тынуға, сливамыздың, яғни қара өріміздің соғы шығуына тындыруға 20 минутқа жіберсеңіз болады. Асығыс болсаңыз 10 минутқа да жіберсеңіз болады. 20 минутқа тынған компотымызды дәл осылай бетінен ашып, оны суынан ажыратып құйсаңыздар болады. Бұл жерде суынан ажыратқанымыз видеоға түспей қалған екен. Сондықтан солай ажыратасыздар суынан. Содан соң қайтып бір суын қайнатып құйып аласыздар. Дәл осылай маған жолдасым қаппағын жабуға көмектесті. Сіздер де қаппағын дәл осылай қақпақ жапқышпен жауып аласыздар. Содан соң компотымыз манағы су ағып тұрған жоқ па, қаппақ дұрыс жабылды ма, дәл осылай тексеріп бір қарап аласыздар. Бір түнге дәл осылай бетін бір төңкеріп жауып, оны бір түнге қалдырасыздар. Толыққанды бетін үйіңізде қалың одеялмен, көрпешемен жауып бір түнге қалдырасыздар. Бойы тұрған, яғни бір түн бойы тұрған компотымыз дәл осындай түске еніп, компотымыз толыққанды дайын болады. Бұл жерде менде жаңағы өріктен, алмадан жабылған компот. Содан соң мохито ретінде мятамен, апельсинмен, лимонмен жабылған компот. Яғни ассорти компот шапқандықтан сіздерге ассорти неше түрлі компоттың рецептін ұсынып отыр. Менімен бірге дайындаңыздар, каналға тіркеліп өтіңіздер.